Ұлы даланың тарихы мен тағылымы атты конференция дүбірлі тойдың өз деңгейінде атап өтілуіне Уәлиханов ауданының қосқан үлесі. Тарих ғылымдарының докторы, профессор Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының бас ғылыми қызметкері Саттар Мәжітов және Үндістан ғалымы тарихшы Мансура Хайдар қатысқан ғылыми іс-шарада біздің тілшілерімізде болып қайтты. Мемлекеттіліктің даму жолында қазақ хандығының 550 жылдығы үлкен рөл атқарып отыр. Конференцияның басты мақсаты қазақ халқының тарихын пайымдау және өсіп келе жатқан ұрпақтың бойында патриоттық тәрбиені қалыптастыруға мүмкіндік туғызу. Осы орайда Қазақстан тарихын зерттеу ғана емес, оны насихаттау өте маңызды. Бүгінгі конференцияның мақсаты Қазақстан халқының тарихын пайымдау және өсіп келе жатқан ұрпақтың бойында патриоттық тәрбиені қалыптастыруға мүмкіндік туғызу. Осы орайда Қазақстан тарихын зерттеу ғана емес, оны насихаттау өте маңызды. Қазақ хандығының 550 жылдығы біздің мемлекетіміздің дамуының үлкен белесі. Ол қазақ халқының ұлтқа бірігуін қамтамасыз етіп, рухани мәдениетін дамытуға септігін тигізді. Қазақ хандығын басқарған талай дана бабаларымыздың ерліктері бүгінгі жас ұрпақ үшін үлкен үлгі өнеге. Қазіргі таңда Қазақстан мемлекеті дала халқының көп ғасырлық эволюциясы нәтижесінде туып отыр. Кішкенекөл ауылының тумасы профессор Саттар Мәжітов өз баяндамасында қазақ хандығы 550 жылдығының атап өтілуіне көп көңіл бөлді. Это событие поистине исторического значения. Баршамызға мәлім 2015 жыл біз үшін өте ерекше жыл болып отыр. Халықтардың бірлігі мен толеранттылығы ең бастысы заңымыздың сақталуы. Ата-бабамызға деген құрмет біздің мемлекетіміздің ең жоғары құндылықтары. Осы құндылықтарды сақтай отыра бүкіл республика бойынша жетістіктер артып келеді. Қазақ хандығының 550 жылдығы біздің мемлекеттілігіміздің дамуының үлкен белесі. Ол қазақ халқының ұлтқа бірігуін қамтамасыз етіп, рухани мәдениетін дамытуға септігін тигізді. Қазақ хандығының басқарған талай дана бабаларымыздың ерліктері бүгінгі жас ұрпақ үшін үлкен үлгі өнеге. Қазақстанның және Үндістанның ғалымдар арасындағы тығыз байланысы нәтижесінде Мұхаммед Хайдар Дулати парсы дерек көздерінен атты туынды жарық көрді. Осы кітаптың авторларының бірі Үндістан ғалымы Мансура Хайдар. Мен баршаңызға үлкен алғыс білдіремін. Қазақстан қонақжай халық екенін бұрыннан білемін. Сіздердің мәдениеттеріңіз маған өте жақын әрі қымбат. Сіздердің өз ата-бабаларыңызды мақтан тұтатындықтарыңыз мені қуантып отыр. Қазақ халқымыздың төл тарихын ардақтап, жас буынға насихаттау біздің басты мақсатымыз болуы тиіс. 550 жылдық тарихы бар еліміздің қазіргі таңда осындай тәуелсіз елге айналғаны біз үшін үлкен мақтаныш. Жасұлан Бектен, Дулат Мұсафиров, ақпарат.